Ассалаумағалейкум, мен сіздерге осы сасушы коллектор жайлы айта кетейін деп едім. Қазір біз осы 200-ка Lexus 570-тердің моторын капремонттан шығарып жатырмыз. Және де осы капремонт жасарда осы сасушы коллекторын байқау керек. Неке осы ішінде заслонка болады, сасушы коллекторлардың осының ішінде. Ол заслонкалардың болттары босап кетеді. Зауыттан шығарғанда сөйтіп болттары босап кетеді. Мінекей ішінде салдырлап жүретін осылай. Естіп тұрғандарыңыздай. Ондай дыбыс болмау керек. Мына 200-ка коллекторы, бұны ремонтқа жіберетін боламыз. Жаңасы 400.000-500.000 теңгедей тұрады екен. Оларды білдік. Ремонтта жасайды екен. Осы ремонт жасатуға жібереміз. Осылай салдырламау керек. Мына болттар уже босап жүр. Болттар босап түсіп кетсе, онда цилиндрға кіретті. Цилиндрді сызып тастайды, немесе тесіп өту мүмкін блогымызды. Болттар түсіп білесіздер ғой өздеріңіз не болатын. А мынау 570-дің коллекторы. Не? Бұныкі жақсы екен. Осындай бірде-бір дыбыс болмау керек. Мұнда салдырлап отыр мінекей. Сондықтан ремонтқа жіберіңіздер. Тексеріп, дұрыстап бәрін қараңыздар.